Biar Oke. Oh, video baik itu bukan adam var mı? Hatta bir Sama ismi mi? Sama ismi? Muhterem cemaat, Hoca Birgin babamızın 3. yıllarından ardından Uludağ'da Batırlara karşı halkara Urgi konferensiya negizinde Hoca Birgin babamızga және Uludağ'da Batırların ruhuna arналып жайылған бүгінгі дастарханымызға қош келдіңіздер. Енді Hoca Birgin babamыздың, Hoja Birgin Батыр Жәнібекұлының рухына бағыштап Құран оқытуға Ордада Қазақстан Республикасы Діни Басқармасы үгіт-насихат бөлімінің бастығы Алтынбек Утусханұлы бауырымыз келіп отыр, сол кісіге микрофон Рахим, алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Мынау бүгінгі Қожа Берген бабамыздың рухына арнайы жайылып отырған дастарханымызды Алла сауаптан жазсын. Алла әрбір осыған қатысқан адамдардың әрбірісінен Алла сауаптан жазып, ниеттерін қабыл етсін. Осы жерге бас берген әрбіріміздің қадамдарымызды Алла нұр бітіруін нәсіп етсін иншалла. Және де баршамыз білеміз, бұл дүние өтпелі кетпелі екендігін, баршамыз осы дүниеде қонақ екенімізді білеміз. Алайда өмірге келу де бар, кету де бар. Бірақ келген кезде қалай келсе, өмірден кеткен кезде қалай кетті деген әркімді ойландыратын сұрақ екені белгілі. Міне Қожа Берген бабамызды жалпы баршасы бүгін конференцияда жан-жақты атап өтті. Ол кісінің ерлігін, ол кісінің жасаған қоғамға пайдасын, батырлығын. Бұл не деген сөз? Бұл дүниеге келген кезде жайдан жай бір келіп кетпегендігін көрсетеді. Ал Алла Тағала Құран кәрімде айтады: "Күллі нәфсин заиқатул маут", барлық тіршілік иесі өлімнің дәмін татады дейді. Ол деген сөз, бұл өмірге келеміз, кетеміз, одан кейін барып мәңгілік өмірі басталатындығын айтады. Және де басқа бір аяттарда айтады: "Сендерді әу баста ештемелерің жоқ кезде біз топырақтан жараттық, сол топыраққа қайта қайтарамыз, одан қайта шығарамыз, сол кезде сендердің мәңгілік өмірлерің басталады" деген. Олай болса өмірден өткен адамды өлді деп санамаймыз. Ол тірі, оған жасалған әрбір игі шара оған баратыны ол ақиқат. Дана Абай бір өлең шумағында айтады: "Өлсе өлер табиғат, адам өлмес, ол бірақ келіп ойлап білмес, меніменен менікінің айырылғанын өлді деп ат қойып өңкей білмес" дейді. Және бізден қазақтан небір хандар мен билер, шешен, батырлар өткені белгілі. Соның ішінде Жәнібек ханның мынандай бір айтқан сөзі бар: "60 биін жинап алып, жер бетінде не өлмейді, соның шешімін айтыңдар" деген екен. Сонда 60 бидің айтқаны: аспанда аймен күн өлмейді, қара жер өлмейді, асқар тау өлмейді, аққан су өлмейді деген екен. Оны тыңдаған жиренше шешен тұрып былай деген екен: "Жоқ, бұның барлығы дұрыс емес. Аққан судың өлгені, 6 ай бойы қатқаны, қара жердің өлгені, қар астында жатқаны, ай мен күннің өлгені, еңкейіп барып батқаны, асқар таудың өлгені, бұлттың басын жатқаны" дейді. Ал не өлмейді десе, жақсының аты, ғалымның хаты өлмейді деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Жақсы адам кім?" деген кезде, қоғамға пайдасы тиген адам деген. Міне дәл осы пайғамбарымыздың жақсы адам дегеніндей, жаңағы жиренше шешеннің жақсы адамы осы Қожа Берген бабамыз деп айтуға болады. Сондықтан ол кісінің әрбір жасаған ісі мәңгілік. Ол кісінің әрқашан ұрпағы осылай еске алып отыруы, ол кісінің қоғамға жасаған, елге жасаған игі істері баршылық деп айта аламыз. Сондықтан бүгінгі жасалып отырған барлық шаралардың, барлық істердің ол кісінің әмел дәптеріне сауап жазылсын, Алла нәсіп етсін дейміз. Мынау бүгінгі дастархандарымызды, оқылатын хатым Құрандарымыздың баршасын Алла Тағала ол кісінің әмел дәптеріне сауап жазуды нәсіп қылсын. Еліміз тыныш болсын, береке бірлік ынтымағымыз арта берсін. Алла разы болсын. Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وأنت أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. يا رب العالمين. وصلى Kur'an'dan болған сауаптарымен пайғамбарымыз екі дүниенің сардары Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның рухына бағыштадық қабыл қажырады. Барша пайғамбарлардың рухына, әулие әмбиелердің рухына, алыстан жақыннан келіп отырған баршаларымыздың өмірден өткен ағайын туған туыстарымыздың рухына бағыштадық қабыл қажырады. Арнайы осы оқылған Құранның сауабын бүгінгі жиналысымызға себепкер болып отырған Қожаберген Жәнібекұлы бабамыздың рухына бағыштадық қабыл қажырады. Осы оқылған Құранның сауабын тигізе көр. Құран нұрымен нұрландыра көр. Қабір азабынан сақтап, тозағынан сақтап, жәннаттан нұр алып берді Аллахым нәсіп ете көр. Әрбір жасаған игі амалдардың баршасын әмәлдаттарына сауап қыл, жазуды Аллахым өзің нәсіп қыла көр. Артында қалған ұрпақтарының осы жасап атқан барша амалдарын, игі істерін тек қана өзіңнің разылығы үшін жасаған амалдан болу нәсіп қыла көр, я Раббил Аламин. Баршамыздың отбасымызға береке, бірлік бере көр. Елімізге тыныштық бере көр. Төрт көзіміз түгел аман есен болуымызды Аллахым нәсіп ете көр. Тек қана игілі, қайырлы істерде жиынуымызды нәсіп қыла көр. Бирахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар.
Amin, рахмет. Енді қадірлі ағайын, Қожаберген бабамыздың 320 жылдығына арналған Ұлы Дала батырлары атты халықаралық ғылыми конференцияны бүгін бір күн бойы тыңдадыңыздар. Ғылыми конференциядан жайылып отыр, тартынбай жеп отырыңыздар. Ағайын, уақытымызды созбай келуге жайғасқан әуелі мынау бағана академиеге деп бағана Тиқан ағамыз айтып өтті ғой, Серік ағамыз да келіп отыр. Құрметті ағамыз Тиқан аға, Серік Негим, филология ғылымдарының докторы, профессор. Жөні бөлек, қай жағынан да Сабыр ағамыз ел ағасы деңгейіндегі тұлға. Жастар жақ білмей жатса айтайық, бұл кісі өтпе лауазымды Қазақстанда қызметтер атқарған. Ең соңғы қазір еңбек демалысында қойынды, бірақ соған қарамай үлкен деңгейдегі жұмыстар жасағанда мынау президенттің парламенттегі өкілдігін басқарды. Парламент пен елдің арасы, парламент пен биліктің арасын үйлестіру осы ағамыздың қолындағы үлкен жауапты істеп тұр. Сондықтан аға сіз бастаңыз. Құрметті ағайын, бүгін бір тамаша күн. Өйткені біз Қожаберген бабамыздың рухын еске алып, ерлігін еске алып, тағзым етіп, бүгін бір пікір айтып, соған өзі риза болып отырмын. Өйткені менің Қожабергенге жоқтауға қатысым бар. Солтүстіктің қазақтың солтүстіктің азаматымын. Мынау Қожаберген Жәнібекұлыны жақынырақ танысып, өзім жағдайдан бір жағынан қуанып, үлкен деректерді, үлкен құжаттарды, үлкен биік сөздерді естіп, риза болдым. Болашақ бар халық нағыз батырын, нағыз қаһарманын осылай ұлықтау керек, осылай ұмытпау керек. Баршаңызды осы тоймен құттықтаймын. Мен ойлаймын, мына Қожаберген Жәнібекұлының жаңа дәуірі, жаңа өмірі басталды. Осында біраз менің маған айтқандай мәліметтен көп ұрпақтар отыр екен. Сіздерге мұнда бір рахмет. Мына тәуелсіздіктің арқасында, рухани жаңғырудың арқасында осындай мүмкіншілік болып отыр. Мен көп жыл осы қуғын-сүргінмен айналысқан, бір 5-6 мемлекеттік комиссияның мүшесі болдым. Депутат өзім тұрған комиссияны көп материалдар бар. Енді біз ел үшін, қазақ үшін, қазақ үшін, жер үшін өзі тағдыр бойынша біздің тағдырымыз өзі ем ғой. Екі ұлы мемлекет, ұлы халық, соның арасында жеріміз көп, байлығымыз көп. Сондықтан да шығар, осы біз аз болып қалғанымыз. Енді ол жеке әңгіме, соның өзінде Алла әйтеуір бізге көмектесіп, мынау тәуелсіздік келді. Елбасын айту керек, елбасының халықаралық саясаты қазір өте дұрыс. Ол кісінің 17-18 миллион қазақты әлемге танытып, әлемге белгілі қылып, әлемнің үлкен мемлекеттерінің арасында кем түспей, солардың бәрін сыйлатып, Қазақстанды сыйлатып, соның бәрі осы байланысып жататын дүние. Бауырлар, сіздер
енді конференцияға қатысқан азаматтардың көбісін білеміз. Олармен біз пікірлесіп, көңілімізді білдіріп, құдай олардың көзқарастарын да білемін. Жалпы менің ойымша шеттен келген азаматтар көп, соларға ризашылығымды білдірейін деп едім. Қожаберген бабамыздың бәрімізге де мынадай айтып тағы да қайталаймын. Ол кісінің істеген ерлігі, рухы әр қазаққа жетеді, Қазақстанға жетеді. Сондықтан әлгі ұруы Арақ, ұруы Ашымайлы, тағы басқа ұру деп бөлінуі керек. Ол енді Совет үкіметі кезінде біз өзі мына Қазақстанда өскен қазақтар кімнің қайдан ұру екенін білмейтін. Білсе де әке-шешесінен біледі ғой енді, айтылмайтын. Ал енді тәуелсіздік келіп, бостандық келіп, дұрыс қой, енді ата-анасын білу керек. Дегенмен біздің басқа құндылықтар бар, басқа мақсаттар бар. Біз мына тәуелсіздіктен айырылмауымыз керек, тәуелсіздікті нығайтуымыз керек. Ол үшін халық бір болу керек. Мемлекет қазір өздеріңіз халықаралық саясатты байқап отырсыздар, қандай жағдайда. Мен артық көбірек сөйлеп кеттім ғой. Бұл енді аз қой. Ал дегенмен өте қуаныштымын. Қахармандар қоры осындай мақсат қояды. Біз екі Қожаберген емес, мен осы 2-3 күн бұрын Қызылжарда, Петропавлда болып конференцияда осы сөзімді айттым. Әлі ақталмаған батыста, шығыста, жетісуда, жан-жақта ақталмаған біздің тұлғалар көп. Соның ішінде шетелде де бар. Шетелде бүгін біз Монғолиядан келген азаматпен сұхбаттастық. Қазіргі уақытта біз Қахармандар қорының Қазақстанда филиалдарын құрмақшы болып жатырмыз. 5-6 облыста болдым. Сол құдай қаласа Монғолияда халықаралық заңға сәйкес сондай ойымыз бар. Енді ол алдын ала айтып жатқаным ғой. Шетелден келген бауырларыма менің айтатыным. Біз сондай халықпыз, біз бөлінген халықпыз. Орыстар, мен өз орыс жерінде, Ресейде өскенмін. Енді бұрынғы сол ата-аналарымыз қуғын-сүргінге түскен, Сібірге өскен, сондықтан кішкене қазақшаға тілім жетпей қалуы мүмкін. Біз өзі бөлінген халықпыз, өз саясаттың арқасында. Сондықтан зардап шеккен, нақақтан өлген, бостандық үшін күрескен, қудаланған, шетте жүрген біздің ұрпақтары, өздерінің бабалары сондай бір мәліметтер болса, естеріңізде болсын, Қахармандар қоры сонымен айналса. Бұл сөйлегеніме кешірім сұраймын. Аз қабылы болсын, осы Қожаберген бабамыздың келесі жаңа өмірі, дәуірі құтты болсын. Соған бәріміз ат салысып, манаға айтқан қарағында көрсетілген Диқан Қамзабек оқыды ғой. Соның бәрін орындауға Алла көмектесін. Аз қабыл болсын. Қымбатты қауым, қадірлі ағайын, халық қартаймайды, қара жер қартаймайды дейді қазақ айтады. Ендеше Қожаберген батырдың тұлғасы, рухы еш уақытта қартаймайды, аспандай көлермейді, көктемдей қартаймайды. Кеше Майракөлдегі зәулім ескерткіш менің 2 қазан күні айқынға Бақтежан қалмы кітап жөнінде рецензиям шықты, толық рецензия, сонда сол сурет берілді. Мынау зәулім
Баян-өлгейден ескерткіш қарап тұрғанда Қожаберген бабамыз саңқылдап сөйлеп тұрғандай, жаңағы тиын билеушілердің алдында жаңағы былай елестетеміз кейде. Анау тиын билеушілердің алдында дұға оқылды дейді. Ол дұға жай дұға емес. Мына Дәуіт пайғамбар есіме түсіп кетті бағана. Дәуіт пайғамбар дұға оқығанда адам баласы тұрсын, жын шайтандар да, хайуандар да ұйып тынбайды екен. Ендеше жаңағы жын шайтандардың озбырдардың алдында дұға оқығанда оның дұғаның дуасы бар, киесі бар. Сөйлеп тұрғандай. Сонда енді сонау Баян-өлгейден жаңағы жоғары мәртебелі патша деп бастады ғой Қожаберген бабамыз. Уа халқым, түмен жыл жасасын, асқар тау мен толағай теңіздей жалғасын дегені осы Астананың төрінде естіліп, енді жаңағы конференциядағы біздің жаңағы оқымыстардың, тарихшылардың, білімпаздардың дауысы ана жаққа естіліп, бүкіл Еуразия даласын Қожаберген батырдың Еуразия апай төсінде Қожабергеннің дауысы саңқылдап естіліп тұрғандай. Сүйегі жерде, рухы көкте. Бабаларымыздың. Бүгіннен бастап тарихымыздың жаңа бір парағы ашылды. Жаңа бір жұмбақ шешілді. Себебі күні бүгінге дейін біздің тарихымызда жаңағыда мынау Қожаберген батыр кітабындағы деректер, баяндамашылардың айтылған деректері ол айтылған жоқ еді. Қожаберген батырдың да, Қарабарақтың да, Абылай ханның да, Қабанбайдың да барлығының тұлғасы жаңа Мәнжу тіліндегі, Қытай тіліндегі құжаттардың негізінде қайтадан бір жаңағы өзінің солардың тұлғасын рухын алып келіп отыр. Бұл тарихымыздағы бір жаңа бір құбылыс деу керек. Анау Сәдудің картасына бағана айттық. Солтүстік қазақ, Сарыарқа, Іле, Балқаш, осы жер атаулары бар. Балқаштың ар жағы анау Синдунның патшасына айтады ғой. Біздің ата жұртымыз шығыс. Біздің ата қонысымыз босатыңдар, ығысыңдар, әрі қарай кетіңдер өздері ішкі Қытайға қарай. Бұл кім айтып отыр? Сіздердің бабаларыңыз айтып отыр. Сол бабаның рухы біздің тәуелсіздігімізді қорғайды. Мәңгілік елдің іргетасын бекітеді, нығайтады. Бізге жаңа рух, серпін, қуат күш береді. Біз әбден шыбындай қырылған халықпыз. Енді 21-23 мыңжылдықта біз көгеруіміз керек. Біз көктеуіміз керек. Біз солардың орнына толтыруымыз керек. Бізден де жаңағы елдің ұрпақтың ішінен сол Қожаберген баба сияқты адамзаттың сұңқары, сырттары шығу керек. Құдайдан соны тілеуіміз керек. Бір Алладан тілеуіміз керек. Сонда айтайын дегеніміз, мына жерде сол батырдың, бәріміз де батыр ұрпақтарымыз. Шынында солай. Бәріміз де батыр ұрпақтарымыз. Сондықтан ағайындар, абыздар, ақсақалдар, бауырлар, туысқандар, бақырысқа келеліңіздер. Құмырсқаша көбейіңіздер. Көк шапан киген, көк айналы көлдей болыңыздар. Тоқсып жатқан Еділ жайық, Сырдария, Жетісу, Қарайсыздың ортасындағы сары. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын, құрметті туыстар. Бүгін біз Батыр бабамыздың 320 жылдығына арналған осынау үлкен асқа барлықтарыңыздар қатысып, осы аста міне бүгінгі таңертеңгі болған конференцияда да осы Батыр бабаларымыздың ерлігін біз тағы да бір қайталап, осыны зерттеген үлкен ғалым, доктор, зерттеушілердің еңбектерімен таныстық. Алайда осы бүгінгі қазақ елінің осындай үлкен кең ауқым территорияны
қалай иеленіп қалған деген бір сұрақ әрқайсымыздың көкейімізде жүреді. Осы біздің ел басқарған үлкен батыр билеріміз, хан сұлтандарымыз, әсіресе Қожаберген батыр секілді үлкен батырлардың үлкен еңбек екендігі даусыз. Сол бір қазақ елінің шығыс жағын шекарасының ары кеңейіп, осы шекараның бейбіт тынышты болуында үлкен еңбек сіңірген Қожаберген Жәнібекұлы батыр бабамыз бүгін бір егер ол кісі біздің осы ұрпақтарының бүгін еріп жатқан осынау үлкен еңбегін сезінген болса бір оңай түсер еді. Сондықтан барлықтарыңызды тағы құттықтаймын. Осындай батыр бабаның ұрпағы болып, осы кісіні әлі де зерттеп, осы кісінің жасаған еңбектерімен танысып, әлі де осы батыр бабаларымызды естеріңізге сақтап жүргендеріңіз өте еңбек жақсы. Осы орайда тек Қожаберген батыр бабаларымыз емес, қазақтың бүкіл батыр бабаларымызды бәріміз де осылай ардақтап өтуіміз керек деп ойлаймын. Сондықтан барлықтарыңызға тағы да осындай қуанышты, жақсы күндерде, жақсы дастарханда бас қосуға шақырамыз. Осы орайда біздің міне бүгінгі конференцияның өте жақсы өтуіне және де осы конференцияда қойылған бүгінгі жаңағы баяндамалар, мақалалардың жинақ болып шығуына өзінің аз да болса еңбегін көрсеткен Ер Жәнібек қоры, оның президенті Жеңіс Түркия деген бауырымыз отыр ене. Жеңіс Түркия. Соған жаңағы алғыс хатымызды беруге рұқсат етіңіздер. Бүгін конференцияда болмады, келіспөштерден алсын. Алғыс хатты Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің орынбасары генерал-лейтенант Мұхтаров деген бауырымыздың қол қойылыпты. 19 қазан 2018 жыл. Дорманың ішінде байқайсыз өзі не бар? Құрметті ағайын туыстар, осындай бірліктен ешқашан бізді айырмасын. Дағана баяндама жасағандарда, әлгінде бүгін астының басында бірінші сөйлеп жатқан азаматтарында қарасаңыз, биографиясы да, географиясы да, ру тайпасы да, ана жүзден, мына жүзден, біреуі Арғын болса, екінші Дулат болса, үшінші Керей болса, біреуі Төре болса, біреуі Қожа болса, бәріміз Қожаберген Жәнібекұлы батырды бабамыз деп жатыр. Ол да қазақтың басы біріккенін дәлел, болашақта қазақ бір мықты ел болатынын соның дәлелі деп есептеймін. Бірліктен айырмасын, батыр бабамыздың рухы қашанда болса бізді қорғап жүрсін. Қадірлі Қожаберген батырдың ұрпақтары, қадірлі Қожаберген батырдың жанашырлары, жанкүйерлері, ұраншылары, мынау астарыңыз қайырлы құтты болсын, оқып жатқан дұғаларыңыз қабыл болсын. Раббым Алла өліге иман берсін, тіріге береке берсін. Тек амандықта жолғайын. Рахмет. Алдында қадірлі қонақтар және Дала академиялығы Серік Негін көкеміздің батасымен үлкен астың батасы деп қабылдап бастап кеттік. Кітабының демеушісі болған Жеңіс Түркияұлы азаматты, сондай-ақ белгілі дәрігер, кәсіпкер, ақын, 8 қырлық бір сынып Толқын Аханұлы ағамыз келіп отыр. Осы 4 азаматты ортаға шақырып сөз берсек. Мына Бақтыжан Қаменің досым, сол кісінің қолынан шыққан 14 томның 6-ауын оқыдым мен. Шыққан мынандай қалың кірпіштей 3 томы бар. Керемет таңқалардың дүние.
19-шы қатты былай бастайды. Абылай ханның Қожаберген бастаған 5-6 адамының ішінде деп бастайды. Сонда Абылай ханның 5-6 адамын бастап тұрған Қожаберген екен. Қаттың жалғасы Қабанбай туралы айтылды жерде. Қабанбайға Абылай ханға жіберген 12 топ торғынның 4-еуін бердік. Себебі Қабанбайға берген себебіміз ол Абылай ханның Қожаберген бастаған 5-6 адамның ішіндегі беделдеуі дейді. 5-6 адамнан 2 адам аталады. Біреуі Қожаберген, біреуі Қабанбай. Бұл біз жазған дерек емес, Қытайдың уәзірлері жазған дерек. Қожабергенмен Көкжалбыраққа жолықтық дейді. Дарданаменен Жауқи деген Қытайдың генералы қазақ жеріне әмірсаран қуып келгенде. Біздің алдымыздан Қожабергенменен Қарабарақ шықты. Олар бізге айтты, сендер міне жерде қаласыңдар ма, кетесіңдер ме деді. Біз айттық, әмірсараны бүгін ұстап берсең, таңертең Құлжада боламыз деп айттық дейді. Осы диалогтан бір нәрсені аңғаруға болады. Қожабергенменен Көкжалбырақ қазақ билік атынан, қазақ армиясы атынан ультиматум қойып тұр. Қаласыңдар ма, онда соғысайық, әйтпесе кетіңдер деп. Анадар әбден тығырыққа тіреліп, біз ертең таңертең Құлжада болады дедік, сендер әмірсараны ұстап берсеңдер дейді. Осы диалогтан шын армиясы менен Қожабергенменен Қарабарақтың қарама-қарсы тұрған келбетін көруге болады. Бір жыл бойы Қабанбайдың Абылай ханға кезіге алмайды ана шын генералдары. Қайта-қайта алдарынан Көкжалбырақ пенен жаңағы Қожаберген шығады. Әмірсараны іздеп жатырмыз, ұстағалы отырмыз дейді. Қазақ армиясының, қазақ мемлекетінің дипломатиялық консулдық жұмыстарын атқарып жатыр. Және сол арқылы қары керемет батырлар дипломатиялық тәсілменен дипломаттар беретін өтірік уағданы беріп тұр. Өтірік айталып тұр керек болса. Дипломаттардың жартысы өтірік көп сөз. Біз қазір береміз, тапсырамыз, ұстап әкелеміз, сіздердің сыйлықтарыңызды аламыз, күте тұрыңыздар осы жерде. Бір айдан кейін келеміз. Күткізіп бәрі. Олардың күніштері бітеді, әкелген картошкасы бітеді. Сонымен шаршап шалдығып ашып қайтады, аттар арықтап. Сонда Қожаберген айтады, біз мынау Жоңғардың қалған жерін түгел айланып шықтық. Жоңғардан ешкім қалған жоқ. Бәріміз ұстадық, өйттік, өйттік. Яғни қазақ армиясының ең жылдам жүретін 3000 адамдық топ екен олар. Бүкіл қазақтың шығыстағы шекарасын айналып шығып, қазақтың шығысқа шекараны бекіту, оған қоныстану мәселелерін шешіп жатыр. Мемлекет атынан. Анау қалқамын құлды көшіріп кеп шекараға қоныстандырады деген ақпарат кетеді. Мен бәрін сол деректер бойынша айтып жатырмын. Сонда барып, жаңағы Көкжалбырақтың қолы, Байтайнақ деген кімнің баласы бар? Қожаберген. Барып қалқадағы мұңғылды шауып қайтады, бері қарай көшеміз деп отырған енді. Көш алмай қалады, шошып кетеді. Ал соған Чамның жазған нотаға қазақтың 300-ның хандары түгел жауап береді. Бір Көкжалбырақтың мәселесіне 300 түгел жауап береді. Қазақтың бірлігі сонда. Қожабергенменен Көкжалбырақты бөлек-бөлек паралағысы келеді. Оны да жазған ада Жауқимен бәрден. Сонда айтады, сіздің сыйлығыңызды мен алғым келіп тұр. Қазір әмірсараны есі бір айда ұстап әкеп береміз, күте тұрыңдар дейді. Анау да соны айтады, анау да соны айтады. Екеуі сөз бір дейді. Бір тиын ақшасын алмайды, сатылмайды. Әмірсараны ұстап бермейді. Мемлекетті, хандықты, ұлттың мүддесін, жаңағы мемлекеттің міндеттерін, қызметтерін адал атқарады. Бұл менің ойымша бүгінгі зерттеу, бүгінгі ғылыми талқы жиналысы 19 ғасырдағы қазақ тұлғаларын танудың басы. Осы үшін 700-ден астам құжатты манжur құжаттарынан тауып әкеп аударып, жоғалып кеткен ұлттың тілін біліп, осы мүддеден жоғалып кеткен ешкім қолданбайтын жазуды танып, сол құжатты жеткізген Бақыт Еженханға мыңда бір рахмет бата. Өзімнен құлмай ұл болмас, сатып алмай құл болмас деген. Абылай ханның бірінші хатын Қытай аударғанда, орыс аударғанда, мен саған табынам,
Çin patşalığı, Çen'nin bir Ejeyip Han. Ben senin жаңағы боланың болам деп жазып деген. Түпнұсқан тауып әкеп жоқ, ондай бір ауыз сөз жоқ. Шығысым Шорға, түстігім Тастек, менің шекарамды қызыл құжатпен бекітіп берген қат екен ол. 100% өтірік аударыпты. Өз ұлым Манжурдың тілін жазуын білген кезде ғана біз осы шындықты көріп, осыншама мыңдаған тарихи құжатқа жетіп отырмыз. Әлі талай азаматтар шығады. Бұдан кейін азат ұрпақ, азат елдің азаматтары. Бұл тарихты әлі талай қопарады. Біздің Қожаберген бүгінгісін әлде қайда биіктейді. Қазақтың шығыс шекарасын бекітуші, қазақтың ең жылдам армиясының қолбасшысы ретінде Қожаберген танитын заман туады. Онда бабаларымыз жасасын. Қожаберген мен Көкжалбырақ сияқты ұлыстардың өкілі болып келетін бүкіл қазақтың барлық ұлысының берекесі мен бірлігі жасасын. Рахмет бәріңізге. Осы жерде мен бір адамның атын әдейілеп атап кеткім келеді. Осында көбің оралмансың ғой. Сабыр Қасымұлы деген ағамыз отыр. Ахметжан. Сабыр Ахметжан Қасымов деген ағамыз отыр. Мен Оралмандар кеңесінің төрағасы болдым 2000 жылдардың бас аяғында. Мен жазған қатты сенаттардың барлық жерінен өткізіп, барлық министрдің алдынан шығарып, Оралмандардың бәленбай мәселесін шешкен кісі. 1000 оқушыға 120 миллион теңге бөлдіріп, 1000 оқушыны бір ретте квотаға беріп алып қалған кісі. Әрине мені кіргізіп отыр, мені жасап отыр, өз ар жағында отыр. Мына Сабыр Қасымов. 2004 айдың 4 күні мені Қасым Жомарттың қабылдауына кіргізіп 18 түрлі өтініш береді. Қасым Жомарт Кемелұлы үстінде бұйрық шығарып, Қытайда қазақтардың визасын алынатын $45 кешіп тастаған. Содан бері қарай 1 миллион виза берген болса, Қытай қазағының қалтасында $45 миллион қатырған кісі осы кісі. Бәріміздерді қайдағы бауырlarımыз секілді мен министрлікке кіріп баратырмын, шығып баратырмын, шешейін деді, шешіп жатырмын деп күнде естірген салатын заман емес. Одан кейін де салмайды. Мен Сабыр ағаның көргесін айтылдым. Сабыр аға көші-қон заңын қабылдағандағы біздің бүкіл парламенттегі оралмандарды парламенттің ішегі жеті жігітті бір дейді. Парламентте, сенатта өз қолдап отырған кісі. Бұл да осы заманның Қожабергені. Рахмет сіздерге. Батырлардың рухы жасасын, батырлардың рухы әр қазақтың қанында жүрсін. Рахмет. Құрметті зиялы қауым, бүгін Бабақкерей Шымарайұлының ұланы болған үлкен батыр, үлкен дипломат Қожабергенді еске алу, ғылыми конференция және басқосулар керемет жақсы өтіп жатыр. Бұған әрине әр дәуірдің, әр уақыттың өзінің бір ерекше елден ерекше жаралған бір жақсы ұйытқысы болады. Осы кішкене осы жұмыс басталғанына 7-8 жылдай уақыт болып қалды. Осы Қожаберген туралы кітапты жазуға бақыт, тұп-тура бақыт жатқан 8 жылдық уақытын жұмсадым дейді. 8 жылдық уақыт. Зерттеген материалдар бүгін мамандар барлығын айтты. Ал осы заманда енді не кетірейді? Әрине экономикаға кетірейді. Бұған Ерейістен деген досымыз қомақты қаржысыменен осы кітаптың жарық көруін, осы әртүрлі шараларды жүргізуіне түндей жауап беріп отырды. Басқадан да аттанысқа келтірді. Сондықтан енді бақытты мерейлі үлкен рахметке рұқсат етіңіздер. Осы орайда енді бір Қожабергеннің аты атап кетуге тура келіп тұр. Біз қазақ халқы әрқашан батырымызды, ақын күйші жырауымызды бұл дүниеден кеткеннен кейін мақтаймыз. Осы тірі жүргенде оның бір ауыз еңбегін айтудан көрі әлем уақыттан қарай кетіп қалған адамдарды мақтауға өте жанымыз құмар. Мен бұл жерде бүгін
Шұбарай руының ұраны болған Қожабергеннің аты артылғанда әрине Қытайдың азаттығынан кейін бүтін Қытай Халық Республикасындағы 2 миллион халыққа ие болған Жәнәбіл Сынауылын атауға тура келеді. Ол 20 жылдық Шинжаңды басқарған уақытында қазақтың қаншама теледидар, радио, ғылым, техника, білім алу, бүтін мектептерді ашу, осының барлығын сол Жәнәбіл ағамыздың арқасында істелген. Жәнәбіл Қожабергеннің тіке ұрпағы деуге болады. Әрі тірі Қожаберген деуге болады. Енді әртүрлі бағана мысалдар келтіріп, әртүрлі рудың мықтыларын мақтап жатыр. Бірақ Жәнәбілдің орны ерекше. Қазіргі екі елдің әртүрлі қатынасы себебінен осы жерге өте үлкен лауазымды мәнсапты адам болғандықтан келе алмады. Біз ол кісінің осыдан 30-40 жыл бұрын Қожабергенді зерттеген Жәнәбіл. Және соны армандаған. Сондықтан енді осы жерде тіке ұрпақтар отыр екен, осы жерде сіздердің көңілдеріңізге сақ қояйық. Бұған кейін енді әртүрлі қимылдарда, осындай бас қосуларда ол кісіні ерекше еске алып тұруға ұсыныс етемін. Барлықтарыңызға көп рахмет. Енді мынау бастамасы келеді. Мерей бағана қалжыңдап отырып, келер жылдан бастап және үлкен жоспарларым бар деп сол кезде бас қосатын болады. Аман болсын. Қонақтар, бүгін қазақтың бас батырлары 320 жыл бұрын дүниеге келген Қожаберген Жәнібекұлының үлкен ғылыми талқы жиналысы болып жатыр. Және аспер ұрпақтары осы жиналыста сол кісінің тарихын сол заман зерттеген халыққа көп рахмет. Халықтың ұлыларын ұлықтап жүрейік. Халықтың ұлылығы келешек біз ұрпақтарға үлкен күш болады, қуат болады. Аман болайық. Құрметті ағайын, қазақ болғаны ең бақытты ұрпақ бүгінгі ұрпақ. Себебі тәуелсіз еліміз бар, желбіреген көк туымыз бар, жарқыраған астанамыз бар. Өткен ғасырдағы батырларымыз жоқтап бар. Барлығы еркін. Сол үшін бүгінгі ұрпақтың бақыт арқылы өткен ұрпақта бақытты болып жатыр. Келер ұрпақ бұдан да бақытты болады. Себебі мына дамыған заманда бүгінгі тарихтағы батырлардың бәрі келесі ұрпаққа кетеді деп ойлаймын. Сол үшін осы қазақтың тәуелсіздігі біз ең үлкен бақыт. Қазақтың тарихы өте күрделі, өте қиян-кескі тарих. Ондағы батырлар деген ұшан теңіз. Сол үшін осы батырларымыздың бәрін жоқтап алу үшін осы тәуелсіздігіміз аман болсын. Тәуелсіздігіміз ғасырдан ғасырға жалғаса берсін деп тілеймін. Отырыңыздар. Енді мына ортаға Осы шетелде қазақтың батырының ескерткішін орнатуға біз Қожаберген қорын құрғанбыз. Қожаберген қорының құрылу мақсаты үкіметтік органға тіркеліп, правамызды алып, сол арқылы осы батыр бабамыздың ескерткішін тұрғызып, сіздерге таныстырып, төбеміз көкке жетіп қуаныптымыз. Екінші, мына ғалым докторлардың көптеген зерттеулері, баяндамалары кірді, сәтті болды, көңілден шықты. Екінші, Қожаберген батырдан кейінге шыққан біздің ұрпақтар Қашқынбай атамыздың үмбет салуының асына байланысты мәліметтер толық келгеніне тағы қуаныштымыз. Енді Қожаберген қоры құрылғанда біз аймағымыздағы Шорайға өтетін қариялармен, зиялылармен ақылдасып кеңесіп
бірнеше рет жиылып отырып Қожаберген қорын құрғанбыз. Енді Қожаберген қорының мақсаты тек қана Батыр бабаның ескерткішін орнату емес. Ары қарай бұл үкіметтік бейресми ұйымдық жыл сайын Батыр бабамызды ұлықтаймыз. Шұбарайғыр әулетіне байланысты әлеуметтік мәселелерді шешеміз. Балаларды оқытуға, қамқорлық жасайтын адамдарға қамқорлық жасайтын осылай қарай жалғасады. Мүшелердің санын нығайтып жатырмыз. Сондықтан бүгін мына тұрған біз Қожаберген қорының мүшелерін сіздерге таныстыруды жөн көріп тұрмын. Мен осы Қожаберген қорының басқару төрағасы. Енді осы Қожаберген қорының атқарушы әкімі Қайрат деген бауырымыз бұл жас азамат осы Қожаберген Батыр бабамыз ескерткішін орнатайық деп бірнеше жастарды қосып алғаш бастама көтерген. Осыдан атқару біздің міндет болған. Екінші мына Мәуи деген азаматымыз, Асыққан деген азамат, Темір деген азаматымыз, Қуаныш деген азаматымыз, Жарат деген азаматымыз. Тек қана біз Қожаберген қорының өкілі ретінде сіздерге келіп отырмыз. Сондықтан бұл ескерткішті орнату бізге оңай болған жоқ. Үкіметтен қандай бір қаржы шыққан жоқ. Байғазы жиғанбыз. Байғазы жиғанда Моңғолиядан қазақтар ғана емес, осы Қазақстанға қоныс аударған біздің қандастарымыз, ұрпақтарымыз көмектесті. Екінші қазақстандықтар көмектесті. Осыны тағы айтуға жөн көріп тұрмыз. Осындай ескерткіш орнатуда Моңғолиядағы Чекер қазағында елінде осы Батыр бабамыздың туын көтерген сауыт сайман алған, атқа мінген, қоладан жасалған жер бетінен 7 метр биіктікте түскен зәулім ескерткіш кешенін орнатып, бүгін сіздерге таныстырғанымызға қуаныштымыз. Осы ескерткішті орнатуға зор үлесін қосқан, қамқорлық жасаған азаматтарға ең әуелі осыған аймағымызға барып, ақыл кеңес берген, Байғазысын ұсынған бір жарым адамдарды айта кетіп жөн көріп отырмын. Ең әуелі жігер және өмірім сізге мың мәрте рахмет, ақыл кеңесіңізді беріп, Байғазысын ұсынғаныңызға. Екінші, Мерей, сізге мың мәрте рахмет. Жаңағы жоғарғы айтылып жатыр. Сізген демеушілікпен шыққан Батыр Бөжекханұлының жүзден жаңа кітабымен Байғазысын ұсынған сізге рахмет. Енді Алматыдан келген Оңғар ағамыз бар, бірнеше рет ақыл кеңес беріп Байғазысын ұсынған. Осындай. Одан кейінгі қомақты да мол мөлшерде Байғазысын ұсынған Құти деген апайымыз отыр, Елмұрат деген балаларымыз отыр. Осы объекттерге, осы аймақтағы Қожаберген қоры атынан мың мәрте алғыс айтамыз. Ары қарай осы Батыр бабамыздың рухы қолдап жеуе жүрсін. Сонымен қатар осы жұмыс ұйымдастыруға мына әскери тарихи музейдің қызметкерлері Бейсен, Талапбек, біздің бауырларымыз Жұлдызбек, Амангелді қатарлы жастар да көмектесіп жатқандарға көп рахмет. Басқа адамдардың атын айту мүмкін емес. Сондықтан барлықтарыңызға амандық тілейміз, жақсылық тілейміз. Аман болыңыздар. Батыр бабамыздың рухы қолдай берсін деп ниет айтайын. Енді бір жарым Байғазы ұсынған азаматтарға сый-сияпатымыз бар. Соны табыстыруға рұқсат етіңіздер. Енді келесі сөзді біздің атқарушы әкім Қайрат бауырыма берейін. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Қожаберген Батырдың баршасына сәлем жолдаймын. Яғни біз бүгін міне Моңғолия шет елдік, оның ішінде Моңғол елінде әсіресе Моңғолға қарсы жоңғарға шапқан осы Батыр бабамызды сол елге орнатқанымызға өте қатты қуаныштымыз. Алғыс хат Қожаберген қорының аса қадірменді Зиянұлы мерейсізге Қожаберген Батыр Жәнібекұлының 320 жылдық мерейтойына орай Өлгей қаласына ұрпақтарынан Батыр бабамыз рухтап орнатқан ескерткіш кешенін орнату және ұйымдастырылған
өнерлік спорт жарысына демеушілік жасап, қаржылай көмек көрсеткен еңізге алғыс айтып, зор ықыласпен тілейміз. Сізді ардақты батыр бабамыздың рухы қолдасын. Қожаберген қорының төрағасы қуанға, атқарушы әкім Қайрат деген алғыс хат. Енді келе берсін. Төрде тұрсын Қожаберген батырдың суреті бар домбыра. Табыстайын. Қойында жүрсін батыр бабаның көшесі мен сурет әмиян. Қашыдым. Жігер, сізге. Айтпай, батын бере берді. Ахмет Бейсен. Бірдегі бір шақырды ма? Уақытшы Талапбек. Талапбек келе ғой. Беріп өт. Әбілқан. Маған Меңтіқан. Кәпсіріңгі Меңтіқан. Меңтіқан аға, кел жатып, кел. Келіңіз ақынан, келіңіз. Жарылқасын. Жарылқасынға осында ма? Мөке. Аны жақта бар, беріңіз. Аман келді. Hadi. Ермұрат, аймақтың құрмет рейдісімен сыйлаған аймақ әкімінің шешілген. Құдай! Құдай! Неге жазылған? Жақсы, оны өлгенде тұрасыз. Мен өзіме деген қазынасы жүрсіңіз. Бәрі Сәбихан деген майкеу жерден көреді. Қойшыбай! Жақсылық! Тақтырмасаңыз. Жақсылық. Өзім бір жігіт шақырасынан Шидерхан Аманжол есеміз. Шидерхан Аманжол. Тұрат әйді бітті. Бітті. Тұрат. Ода білмейді ғой. Шидерхан Аманжол. Шидерхан Аманжол. Шидерхан Аманжол. Аманжол. Шидерхан Аманжол. Ой, қонық. Рахмет. Батыр бабамыздың рухы қолдасын. Бірлік берек артсын. Тендеріңізге тауып бастарыңыз аман тілейміз. Рахмет.
Естілмейді. Естілмейді. Бабамыздың ұрпақ ретінде аз сөйлеп көп тыңдаған, аз ұлттап көп жұмсаған асылдардың тұқымы ретінде бірден ақын болғаннан кейін бір жыр жазып келіп отыр, қазақпын деген рұқсатты. Қазақсың. Қазақпын деп жырламаған ақын жоқ. Қазақ үшін қазағынан жақын жоқ. Тілің, дінің, ділің таза болмаса, қазақпын деп айтуға да хақың жоқ. Сақ пенен оң көкірегімде алмасып, ер түрікше өрлігіммен паң басып, аңыздардың шетін сөксем ақырын, оғыздармен жатыр үнім жалғасып. Армандаумен өр Алтайдың айбасын, кері дұшпаннан көрді асырып айласын, көгдененің көп өлшін көсіткен, ер Жәнібек егеп жауға найзасын. Қасиетті Қожаберген Ақтуы өткен ғасыр ерлігімнен естелік. Рахмет. Бабамыздың рухы жетті берсін. Рахмет. Рахмет. Енді ортамызда Сүлеймен ағам отыр. Тарихшы ғалымына Әбдуақап Қараұлы ағамыз міне ортамызға келіп отыр. Сондай-ақ міне белгілі кәсіпкер, бұдан бұрынғы да бабаларымыздың үлкен үлесін қосып жүрген, былтыр ғана Қаниб Алтайдың 100 жылдығында үлкен азаматтық танытқан Қайнолла ағамыз ортамызға келіп отыр екен. Кәне келіңіз. Сондай-ақ міне Ұларбек бауырымыз және Шығыстан келген ағайындардың арасынан бір шумақ өлеңді оқып берсем деп отыр. Кәне. Ортаға келсеңіздер. Мен сөйлемесем болмайды дейтін ағалар, микрофоны еркілеріңізде айтыңыздар. Assalamualaikum, hürmetli köpçülük. Bugün tаңертең İstanbul'dan geliverdim. Osындай алқалы жиынның үстіне түскеніме өзімді бақытты санаймын. Таңертең конференцияға қатыстық, баяндамаларды тыңдадық, жақсы кітаптар шыққан екен, олардан алдық. Және бүгін қасиетті жұма күні Orta Asya'nın en ataklı meşritimine Hazreti Sultan Meşriti'nde bas basıp, Kur'an okup, dua istep, ötken ata-babaların arvaqlarına bas basıp oturmuş. Bunun barlığına ben öyle bir şükür getemin. Kuday Tağalan bergen ülken sıyı baktı. Yine bunun barlığına tevessizliğin arkasında bol otur. Sol tevessizliğimiz mengi olsun, elimiz mengi olsun. Hürmetli Tuğuslar, Kazak'ta ne көп, Batır көп. Kudayga şükür, bu anda şükür etmemiz gerek. Кейде bir sözler çıkıp жатыр. Осы Batır'ды көбейтіп не керек деген. Мен бұған қосылмаймын. Өйткені бұл батырлық деген нәрсе оңай нәрсе емес. Бұның қадір қасиетін де білуіміз керек. Кейбір елдерде батыр жоқ. Өзі ұлы мемлекеттің дейді. Süpermen değil. Ana umuranda batırı yok. Batır yok bolğandan qaytedi, koldan batır jasaydı. Misalga Amerika Kurama Ştatlarında batır yok. Süpermen degen ötürk batır çıkargan. Süpergöl'de tağır batır çıkargan. Oljet degen örmekçi de, örmekçi adam de koldan tağır batır jasagan. Batman degen batır jasagan. Ayta bersen jasandı batırlar. Bugün әлемнің ең күшті, ең мықтымыз деген елдерде батыры жоқ. Жоқ болғаннан қайтады, өтірік батырларды қолдан жасап, бұны әлемге таратып отыр. Biz bunu ötürkçü batır deymiz, bırak sizin baladarınız osmanlıların kinosunu görüp otur. Belki balamıza Kocabergen Batır kim deseniz bilmeydi, Süpermen kim deseniz ayıp verir. Get atasından tanıtır. Ölmekçi Batır ne desin ayıp verir. Batman ne desin ben ayıp verir. Al bizim nağız şınayı batırlarımızdı. Әлемге tanıtma tügül, öz balalarımızla tanıtamıyordu. Sonuçtan, осы batırlar ne gerek de aytpay, batırlarımızı tanıta vereyim. Onları kanca tanıtsak, sonday bizge ülken vereyim. Bizim baladarımız, urpaklarımız, eldirin ötürk batırlarını emez. Özünün şınayı, ataların batırlarını tanısın.
Soндықтан biz көп жұмыс істеуіміз керек. Екіншіден, бұрынғы батырлар не істеді? Қолына қылыш алды, найза алды, атқа мінді, жауға шапты. Бірақ бүгін біз оны істесек, күлкі болады. Біз енді атқа оны шу десек болмайды. Ендігі батырлар, енді o жастар болсын түсіндім. Ендігі батырлық экономика. Жастарымыз компьютердің тілін білу керек. Мына iPhone, Samsung сияқты күшті аппараттар жасау керек. Ендігі батырлық осы. Енді батырлық жауға қылышпен шауып емес, қолға қалам алып, білімнің соңына түсіп, технологияның меңгеріп, ғаламторды меңгеріп, біз әлемді жаулап, олардың ақшаларын осы Қазақстанға келсек, ендігі батырлар сол. Сондықтан құрметті достар, біз баскерлерді өтірік батырлар емес. Бүгінгі өзіміздің бұрынғы мықты аталарымыз танытайық. Соларға еліктіп, сол рухани күшпенен, аталардың жігеріменен өз керемет маған көрініп тұр. Түркияда көптеген мешіттер бар, емен той жасайтын залын да жасаған. Екі дүниені біріктірген деген осы. Біз сондықтан еліміздің қадірін білейік. Жастарымызға қазақтық намысты берейік. Өзінің қалқыменен ұялмасын. Бүгін технология дейміз. Бәріміздің қалтамызда мынадан жүр. Қол телефон дейсіздер, сотовый дейсіздер, не десеңдер со деріңдер. Бұл адамды жалғызсырады. Бәрі қолға алып үйде күтіп отырады. Әңгіме жоқ, дүкен жоқ, жалғызсырайды. Туысқан қыдыру жоқ. Сондықтан бұндай бас қосу, міне, бірімізді көріп отырмыз, танысып отырмыз. Мен сонау Түркиядан кеп, міне қалым. Әйтеуір алыс сапары, бәрдерді бақты тұғыры, асылған айға атағы, қиянға самғап қыз қолы, Абылай алаш тамыры, шәмшәні биік мәуесі, даласы дарқан сабыры, тәуелсіздігі тәубесі, арқаның алтын жолында, алшия қонған ордасы, күн көзді байрақ қолында бастаған батыр қолбасы, ізгілік кіңкар жүрегі, ірімес бірлік тілегі, болашақ ұрпақ бағышын үдіре тартқан өлемі, ассалаумағалейкум, ұлы даламның ұлы елі. Ұрағын топқан ұлы бағамын ата. Жерін ойлап, азғана, ұрғымағы салым ойнап, Алатау алтыбасына апарған еліп жатыр әлі жайлап. Жергіліктен жиналған ағайындардың бәрі Қожабергенді ұран етіп айтып жатырмыз. Біздің елде Қожабергендер көп деп айтады тарихшылар. Алтын Қожаберген дейді, одан да көп болды. Әйтеуір біздің Қожабергендеріміз, бабаларымыз, батырларымыз Әбекең айтқандай бар, Аллаға шүкір молшылық, әрдайым сол жалғаса берсін. Әлгі айтқан, Әбекеңнің айтқан біздің жастарымыз басқа салада батырлықпен таныла берсін. Осыған қуанып отырмыз. Осы бәрі Аллаға шүкір, осы біздің Қазақстанның тәуелсіздігінің арқасында отырмыз. Біздің елде қол заманынан, сақ заманынан өздеріңіз білесіздер. Атила болсын, табиғис болсын, өмір бойы бізде батырлар болған, осындай үлкен жерді біздің ата-бабамыз тапқан. Соның ішінде осы біздің атамыз менің Қожаберген батыр. Ол кісі өздеріңіз білесіздер, жаңағы біздің Абылай хан атамызбен, ханымызбен бүкіл біздің елді ұстап болған, біздің ұлт ұстап болған. Сол кісінің қасында мінеке біздің Бөгенбай да батыр болған, мінеке Ағыбай батырлар да болған. Сол біздің батырлардан біздің ұрпақтар үлгі болып, содан біз мынау Алашарда да шыға мінеке Әлеке Бөкейхановпен бастаған біздің ата-бабаларымыз біздің ел үшін, оның алдында жаңа Кенесары хан ағамыз, аталарымыз біздің осы Қазіргі микрофон апарып береміз. Рахмет. Ағалар, үстіп қайғашында қазақты қолдап, біріңді қазақ, біріңді дос көрмесеңіз, бәрі осы деген абай айтамыз. Қолдап қуаттап жүрек. Осы екі бір ағалы ізді ортаға шығып, бабамызға арнаған бір шумақ өлеңін оқиын дейін. Рұқсат етіңіздер, содан кейін ас қайырсақ. Мынау Қожаберген бабамыздың батырлық дәурені өткеннен кейін ұрпақтарына ақындық дәурен басталған ғой, айып етпеңіздер. Ассалаумағалейкум, құрметті замаға. Мынау Құдайдың құтты күні, осындай үлкен бір жиында келіп қалдық. Үлкен тарихшылар зерттеу жасаған екен, көп әрекеттер таныс болдық. Осы бүгінгі дейіннің ішінде
Бақыт Еженхан ағамыздың жасаған еңбек өте орасан зор екен. Бізде екі байтайлақ бар еді. Біреу Қожабергеннің баласы, біреу Шерушінің ұраны. Осы екеуінің арасын жіктеп ашып кетті. Сол үлкен бір жеңіс болды. Қожабергеннің әкесі Жәнібек, анау Керей Жәнібекке ырымдап қойса керек. Ода Қожабергеннің өз атын, мына жаңағы Ашамайды Керей батырға ырымдап қойса керек. Қожаберген өз баласын Байтайлақ деп, бағанағы Шерушінің ұранының атын қойған екен. Осылар хан дегелеп, бүгін дейінде отырып шығарған алтын өлеңім бар еді. Еше сымақтымыз сіздерге уақыт берейік, қабылыңыздар. Түрігені ағам тектес едім, көкбөрі кие болмасаң кетпес едім, әуелде қазақ деген ұлт болмасаң, өмірде қазақ болып кетпес едім. Ашамайды, абақта Керей заты, Кереймен деп айтып тұраның аты, Ашамай таңбалы ұрана бақ, аңыздан ашығандай көлек аты, тарих қайғанаттап бұра бердің, абақ баба дүр батыр ұран едің, Абылайдың тұсында орда құрып, ту түгіртеге дарашыға келдің, бабам батыр жауына бесіп бермеген, жан беріп жаналысып сескенбеген, ұрқым тірі мәңгілік асқақтаған, бабалар өмірге кешкеменен, оғлар озық туып, абақ елден, орыс Қытай қалмақта баға берген, дұшпанына сүйдігі көк бүркіттей, көктен жасын түсірген қожа берген, дұшпанның үмітін жандырмаған, қазақ түгіл Қытайға алдырмаған, жаны тірі бойында қуат барда, ақ бақшаға ноқтасын салғызбаған, шұбар айқұр ұраны қожа берген, Шеруші Байтайлақ деп соза берген, ұрлы елдің ұраны ұрық сыйлап, аруақ арқалан қоза берген, ақ мылтық дұшпанына ола берген, Байтайлақ қатарынан мола берген, Байтайлақтай алымды батыр бол деп, Қожекең тұңғышына атын берген, бірдігі бабалардың тастай беріп, кең даланы қорғаған қанат керіп, жер үшін жан берін жанмен тәнін аямаған, бір уыс топырақта сонша жеріп, жалынан өшіру алмас, мұзбен қаптап, ұрықпен өлтіре алмас ешкім таптап, көк біргие қыран мінез бабаларым, байтағын бізге мұра еткен аманаттар. Қабылыңдар. Ассалаумағалейкум, барша әлеумет, Ақтың ұрпақтарынан үрелер болсын. 1760 жылы Қодырақ батыр Қалбадан Жәнтеке ауылдарын бастап, Ителлерден Бұқарбай бастаған шұбарайғылар жылжи отырып, Кішкене тау Маңыратқа жеткен екен деген Досан Баймолдағымыздың дерегі бар екен, эпиграф ретінде алдым. 300-дің басын қосқан Абылай хан, қаһары қылыш жүзді бір жүрек, сұлбасы арыстандай, парқын айпан, жасынан алғырлығы көрініп ед, егерген бар қазақты асықтай ғып, алаштың туын ұстап ізгілікпен, өр рухты оқжетпестің қасында етіп, ордалы елін басты бізгі үмітпен, елестет өткен талай қайран күнді, Көкшетау Бурабайда орда құрған, Бишешен өңкөй батыр қанжар түнді, жұмылса жұдырықтай жау болған, қазақтың батырлар бірі қыран, ішінде құжа берген мұзбалағы, мінгені күл жерік бір құлан, қанатын алыс бермеп тұзғарады. Уа бабам, серттесіп Қабанбаймен, Бөгенбаймен, Қарашаның алаулаған арман үшін, қанқұйлы ұрыс қылған талай жаумен, армай, қадырнаңнан ардақ үшін. Уа бабам, қылыштың сұр жүзінде рухын ойнап, намысын аспандағы күн құранып, көрмеден арқан кетіп, күн лайлап, ел ордап, көзінен күн боларым. Жауына сарайда шүліккен, оқ бойы одық туған, жүрек жытқан, алаша батқыш құдай жер өткен, ордасын Абылайдың күрек болған, еркіндік, кеңдік үшін жанын қиып, көрсеткен жауынгерсіз кереметін, кеңдердің қындағына қанын қиып, жаулардың көккен кезде көбейетін. Уа бабам, өзіңдей батыр бар ма алашымда, сан түрлі келіссөзбен түйін шешкен, дұшпанның ақылыңмен санасуда, алқасын арқалаған түйіменген. Батырдың неше түрлі айласы бар, ергендей дәлді батыр құралайды, артынан ерген елді қайда бұрар, басынан
күндер өткен бұлағайлы, шұрайлы шұбар іздеп маңдаладан, өдірі кешкен өлі алмақ керей, естілсе ер жұртынан зарлағанын, қайман ел, ауыр күннен азап көргей, біргерткен үден білес қодырақты, ителі қол басқарған бұқарбай бар, үшіңі бірге кез боп дамыл тапты, орта жүз. Күшін босса жалмай жау, бел асып, ертіс өтіп тарбағатай, таласып күн шығыста күнмен бірге, қанжылап, күңіреніп қалған алтай, айғызым жеткен еді елден сізге, қожекең, тау мінезді қайсар батыр, ерліктің туыңызда майданда бір, қан сауып жауларынан сайсалмай бір, дұқ етіп мінәжат қып пайғамбарға, жер ұйып мекен тапқан жер жүзінен, қазақтың маңдайына бауырына, қазақы ес алқып керлігінен. Енді ардақты ағайын, бүгінгі Қожаберген бабамыздың 320 жылдығына арналған Ұлы Дала батырлары атты Ұлы Даланы дүбірлеткен тойымызда мәресіне жетіп қалды. Үн қосқан ұранға да, жылауға да, шежіресін жырау дала. Абылайлар күн туса, алашыма ақ туыңды көтеріп шыған бабадық. Алталаштың баласы ұрандатып, ал Қожаберген бабамыздың ақ туын қазақ еліне жеткізер күн болсын. Барлығымыз сол үлкен тойда бас қосайық ағайын. Олай болса, мынау ортамызда осы 300 жылдық тойдың басынасында болып үлкен азаматтық танытқан Нұра ауданының бас имамы қос-қостап ат беріп осы азаматтарға қолдау көрсеткен міне Қолсүгірей бауырымыз осында отыр. Бір аят оқуға рұқсат етіңіздер. Бірінші бата бергізіп көңілсізге. Тәңірдің сейдеп білем, елесе батаңның жүйесі, 18 мыңнан бір Алла бола иесі, кеудеміздегі жанды, лә иләһә илlallah жаратқанға тиесі. 18 мағаламды жараттың Алла егесі, нұршат тәулі көңілге шаттықтың күнін сөйлесін. Әуелі Алла жар болып, Ұлы Даланың киесі, Қожабергеннің аруақ сіздерді қолдап демесін. Бисмилла сізді бастама, азанға атты тастама, әуелгі қайыр халқыңа ауыстыртысын басқаға. Жаратқан Аллам қолдасын, қылған ұшағы болмасын. Аманатқа қиынат жасаған адам оңбасын. Жүректер аман саламат, естілмесін хабар жаманат. Қазағыма жарасар шүкірлік тәубе қинағат. Қолжайдым Аллам қолдасын, салмақты батап қорғасын. Құдайыңды ұмытпа, төрт жағың түгел болғасын. Әрқашанда күнәңнен қайырың болсын, көп басын. Ана тіліңді ардақта мақалдап сөйле дөп басып, балаларың бақыттың бөлігі көңіл боласың. Осылай бердім батамды, тәңірім қуат бере көре бата берген атаңа. Аумин десін, беріште әруақтар қолдап келсін. Тәңірден басқа тәңір жоқ, тек шайтанға беріс бар. Аумин Алла. Аумин. Айтқаным келсін. Және бір аят оқып жүресің. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا تقبل دعاء اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقومون الحساب إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Rahman'dan yerimde Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın razı olsun. Бүгінгі жұманың құрметінде оқыған Құранның сауабы Пейғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям рухына, ата-атамыз жердің қандастарымыздың жетім-жесірлердің рухларына және алыстан жақыннан келіп әмин деп дуа қылдырған барша жамағаттың ата-бабаларының рухына бағыштадым. Жәнібекұлы Қожаберген бабамыздың рухына бағыштадым. Алла Субхану ва Тағаланың разылығы үшін дүниеден өткен бабаларға Я Раббым Субхану ва Тағаланың разылығы үшін Құран оқытып ас беріп жатқан осы барша қауымның бірліктерімізді, Алла тірліктерімізді қабыл етсін. Алла Субхану ва Тағаладан көздеген барлық тілегіміз қабыл болып, Алланың рахматы Пейғамбарымыздың шапағаты болып, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Аллаху акбар. Бауырсақтан алдым ба, бауырсақтан? Жеке.